Саламатсыздар ма үйренушілер, кезекті сабағымызды бастаймыз. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ол while оператор. Алдында циклді білетінсіздер, бұл да циклдің жаңа формасы фордан басқа. While арқылы жүргізуге де болады циклді. Ол да сол циклдік форма, жазылу формасы қарапайым мынадай болады. Мына жерде бір өрнек болады және циклдің денесі болды. Бұл өрнек шартты бөлігі, яғни шартты бөлігі болды. Бұл өрнек орындалмағанда уже жұмыс атқармайды деген сөз. Ал цикл денесі ол мынаның ішінде болады. Ол жерде арту көрсеткіш барлығы жазылуы мүмкін. Енді алдындағы біз шешпекші болған мәселені осы while арқылы шешуге болады. Сол мәселені неде кодын жазып қойып нақты шешіп көрейік. Яғни неде біз сипаттадық, сосын бастапқы мән бердік, шарт 100-ге дейін болсын дедік. Сосын жаңағы бұл жиынның бастапқы мәнін индексіне 1-ді қосып беріп отырдық және индексті әр қадам сайын бір реттен артып отсын дедік. Енді кодта жазып көрейік. Жазып қойған болатын. Біз ештеңе шығармадық қой. Шығара салайын мен. Біріншісі ең алдымен индексін шығарайын. Buff қой. Индексі оған сәйкесті мән. Индексі оған сәйкесті мән. Енді көрейік. Және де астал сүрмедік. Көрейік. 100-ге дейін бұрынғы мақсатымызға жеттік. Сол баяғыдай мәндерін беріп шықтық. Оны көруге болады мына жерден. Бұл бастап for қарамды, for түсінген адам үшін бұл жеңіл болады. Бұл да шарты. Денесі болады, денесінің ішінде жаңағы бастапқы мәнін беру, шығару және арту көрсеткішін белгілеу барлығы жазылады. Осылай қарапайым түрде болады. Слайдқа қайтадан аралайық. Енді нақты мысалмен талдау жасауға болады. Нақты мысал дегенде мына жерде мынандай жағдайлар болуы мүмкін. Бізде for'ды білесіздер шексізге жіберуге болады. Ал while'ды да шексізге жіберуге болады. Мысалға көріп отқандай қандай жағдай. Біз айттық, мына жер шарт орындалса, яғни ақиқат болса, бұл 1 болса, арғай жұмыс жүре береді, 0 болса, тоқтайды дедік. Яғни сол сияқты мінеде 1 болса, ол шексізге кетеді. Мен мысалы оны көрсетуге болады бірден. Мына мысалды басылайын. Көріп отқандағыдай, ол бір шексізге кетеді, бірақ егер 100-ден үлкен болған жағдайда, бұл циклден шығар жібереді. Бұл да сол ұқсас. Адаммен ұқсас нені көрсетеді, мен принципін ақына жасалайын. Индекс ол i. Онына сәйкесті мән. Көрейік. Және де астал сүрмедік. Астал сүріп қояқ. Міне, қажетті мақсатқа жеттік. Бұл шексізге кетеді. Егер мынандай шартты қанағаттандырған жерде дереу циклден шығарады. Олайда шексізге жіберуге болады. Оны өздеріңіз істеп көрсеңіздер болады. Яғни қалай шексізге жіберем дегенде, оны ала салыңыз. Жоқ. Ала салыңыз дегенде, ала салыңыз. Шарт шығаратын бөлікті. Циклден жіберуге болады. Шексізге. Енді for мен while'дың айырмашылығы. Негізінен барлығы ұқсас, бірақ сіздің
циклдік жұмысыңызға байланысты болады. Егер for'ды қолдану ыңғайлы болса, for'ды қолданыңыз, for ыңғайсыздық тудырса, while'ды қолдансаңыздар болады. Негізінен менің осы программа жазу тәжірибем негізінде for ең көп қолданылады. For'ды жоқ, while'ды нақты мысалмен талдау жасау дейді. Яғни 100-ге дейін тақ сандардың квадраттарының қосындысы дейді. Яғни 100-ге дейін тақ сандардың квадраттарының қосындысын жазғанбыз. Мына жерде екі мысалмен тұр. Бұны нақты кодта талдау жасап көрейік. Бұны мен апарайын да көшіре салайын. Мына жерде кереміз барлығын алсайын. Мыналарға компьютер жазып қояйын. Бізде қателік дейді. Мынау for'дікі, мынау while'дікі. Иә. Дұрыс. Екі ретте де сумма бар. Ең алдымен біреусін компьютерге алайын. Мысалға, бірінші біз бұрынғы білетіндей for арқылы шығарып көрейік. Енді сумманың астына жасалайын. Көбейтін сумманы нолдан нақты бүтін сан болады ғой. Бүтін сандарды көбейтіп жатқаннан кейін. Сум. Енді мысалға мына жерде біз 100-ге дейін демей 10-ға дейін дейік. Солымыз дұрыс ау. Есептей алмай қаламыз. 165 дейді. Нақты көріну үшін мен осының ішіне жазып отырайыншы. Қалай шығатын нәрсе қылсайын көрсетіп отырады. Бізге бірінші рет ол шығарсын. Индекс номер немесе идерді шығарсын. Иді шығарсын. Сосын сумманы шығарсын. И дегеніміз ол. И. Қайсы көрейік. Керемес мұны. Енді көрейік. Астына түсірейік, өйтпесек. Бірінші рет сумма 1 болады, өйткені 1-ді 1-ге көбейтсек 1 болады. Ал екінші рет сумма 10 болады. Себебі 3-ке 3-ті көбейтсек 9, оған алдындағы 1-ді қосамыз 10 болады. Ал төртінші ретте 35 болады. Себебі 5-ке 5-ті көбейтеміз 25, 25-ке 10-ды қосамыз 35 болады. Ал мынерде 7, 49, 49-ға 35-ті қоссақ 84 болады. Ал енді 9, 81, 81-ге 84-ті қоссақ 165 болады. Яғни сумма 165 деп шығарып береді. Бұл түсінікті. Енді бұны while'мен көрейік. While'мен көрейік. While'мен көргенде біз сумманы шығара аламыз. Біз оны бізде қатемен шығып тұр. Себебі сумманы дұрыс. Бірінші рет итің нөл болды. Иді нөлден бастауға болмайды. Өйткені бірден бастау керек біз ғой. Бұлай істесек те дұрыс шықпады. Тексеріп өтейік. Сумма тең нөл. Өйткені 1-ді көбейттік. Оны қосып бердік. Сосын 1-ді арттырдық 3-ке. Солай кете береді. Яғни 100-ге дейін дегенде 10-ға дейін дейік. Өйткені біз 100-ге дейін есептесек қате шығады. 10-ға дейін не? 165 дұрыс шықты.
есебіміз ойдағыдай барлығы дұрыс шықты. Бұл да сол қарапайым 10-ға дейін шарт. Осылай қосындылайды, көбейтінділердің қосындылайды. Сосын әр ретте мән 2-ден артып отырды. Слайдқа қайтадан оралайық. Енді do while. Ол while'дың бір түрі жаңа. Енді көрейік, бұл do while қалай қолданылады екен. Көрейік, жазып өттік. Шіретінлерде тура осы мәселені жазуға болады. Мен жазып көрсетуіме болады. Мына жерде бұны комменттерге алсайын. И бәрін жоя салайық та, басын жазайық. Сол кезде ақшам әдемі көрінетін сияқты. 165 шықты мәніміз. Енді біріншісі бізге сумма керек. Қосындайтын. Оның бастық мәні 0. Енді ал екінші ретте и керек. Ол 1-ден. Енді do while жазайық. Қажеттісін соны артынан жазарымыз. Do while. Ал do while'дың айырмашылығын артынан айтатын боламыз. Екінші 10-ға дейін бізде не істейді? Сумманы қосындайды. Көбейтінділерін қосындайды. Илердің көбейтінділері. Бірақ арту көрсеткіші ол тең и плюс 2. Немесе бұлай жазып болады. 2 деп. Көрейік. Ұқсас 165. Бірақ бұл while'дан қандай айырмашылығы бар? Оған көз жеткізіп көрейік. Біз мысал алайық. 1-ден мынаны ала салайын. Мынаны 0-ден. Бізге сумма керек емес. 1-ден 10-ға дейінгі сандарды шығарып беретін код жазайықшы мысалы. Қарайық, сумма емес. Онда мына принтті мынаны ішіне жазуға тура келеді. Мысалға индекс ол мына илдерді шығарып отырсын. И дейік. Сосын ретте 1-ден артып отырсын. Қарасақ, астына түсірейік енді 1-ден астына. Сол кезде бізге коннекті болады. Кішкене көтерейін. Сосын мынаны астына түсірейін. 1-ден 10-ға дейін сандар шығарып берді. Әр ретте циклмен жүріп. Енді біз қарайық. Біз 1-ден шартты орындамайды sayық та. 1-ден қаншаға дейін? 1-ге дейін. Бұл уже немесе 0 дей салайын, шартты орындамайды мүлдем. Қарасақ 1 болды. 1 рет жүрді. Яғни 0-ге 1-ді қосты да 1-ді шығарды. Ал while'ды осылай істеп көрейікші мысалы. Осына while деп жазайын. Тура осы мәселе шарты 0. Ішіне осыны жасайын. Бұда да ұқсас. Ал мынаны компьютерге алсайын. While қараңыздар. While. Бізде ешқандай қателік жоқ. Жүрейік. Ештеңе шықпады. Өйткені ол мына циклына тексерген кезде 1-ден шығарып жібереді. Ал мынаған қарағанда 1 адым жүреді. Мынау мүлдем шықпайды, себебі мына 0 болып тұр ғой, шарт орындалмады, 1-ден циклден шығып кетеді. Ештеңе көрсетпейді. Ал мынау бір жолға жүреді. Себебі бұл мына жүріп барып астыдан тексереді. Егер мысалы мына жерде 0 болды, келеді, 1-ді қосады, 0-ге 1-ді қосады, 1 болады, тең 1-ді шығарады. Содан кейін мына жерде тексереді. Бұл шарт қанағаттандырмайды, болды, тоқтайды. Көрейік. 1-ді шығарды. Бұл түсінікті деп ойлаймын. Әрине біз циклден 3 сатты өттік. Жазып отырайын. Біріншісі ол for, екіншісі ол while,
Үшіншісі ол while. Бұл үшеуін де циклге қолдансаңыздар болады. Әрине қалауларыңызға байланысты. Бірақ бұл жерде әрқандай жағдайға байланысты. Мысалы, сіз жағдайыңызға байланысты қалай ыңғайлы болады, солай қолдансаңыздар болады. Бірақ ұқсас жұмысты осы үшеуімен де атқаруға болады. Бірақ кейбір кезде ыңғайсыздық танытуы мүмкін. Мысалы, while, while'лар. Ал кей жағдайларда for'дың өзі ыңғайсыздық танытатын жағдай болады. Енді мақсат ең алдымен өзіңіздің жүргізбекші болған циклді жүргізу. Оны қайсысын қолдану, ол өзіңіздің талғамыңызға берілетін зат. Сабақ осымен аяқтады. Сау болыңыздар.